13 ғасырдың басы. Мынау Ұлы дала. 1206 жылы Қият тайпасының билеушісі Темуджин Ұлы даладағы барлық көшпелі тайпаларды біріктіреді. 1206 жылғы құрылтайда Шыңғыс хан атанып, жаңа Моғол империясының негізін қалайды. Осы уақыттан бастап Шыңғыс хан көрші елдерге жорық жасап, өз иеліктерін кеңейте бастайды. Бірінші болып 1210-1211 жылдары Цзинь империясы мен Таңғұт мемлекетін талқандайды. Цзинь империясына қарсы бірнеше жорық жасап, астанасы Бейжің қаласын алады. Цзинь еліне қарсы соғыс 10 жылға созылады. Осы уақыттың ішінде алтын елін толық жаулап алады. 10 жыл өткен соң, ал 1218-19 жылдары Хорезм мемлекетіне қарсы әскери жорық басталды. Бар болғаны бірнеше жылдың ішінде Моғол әскері Хорезмшахтың әскерін талқандап, түгел жаулап алды. Осы жорық барысында солтүстік Ирандағы Илал бекінісін алу кезінде Хорезмшах Мұхаммедтің қызы Хан Сұлтан мен Хорезмшахтың анасы Теркен ханым қолға түседі. Жорық аяқталғаннан кейін ұлы Шыңғыс ханның тікелей бұйрығымен Хорезмшахтың қызы Хан Сұлтан Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошыға тұрмысқа беріледі. Содан Жошының Хан Сұлтаннан Берке, Беркежар және Бөрей атты 3 баласы туылады. Осылайша Берке мен оның інілері анасы жағынан Хорезмшах Мұхаммедтің немересі болса, әкесі тараптан Шыңғыс қағанның немересі саналды. Беркенің анасы мұсылман болғандықтан, ол анасының қолында ислами тәрбие алып өседі. Болашақ ханның ислам дінін ұстануы және оның анасының бүкіл орталық Азияда үлкен құрметке ие Аныш-тегін әулетінен шыққандығы Беркенің өмірінде маңызды рөл ойнады. Жалпы Беркенің өмір тарихы орталық Азияда ислам дінінің кеңінен таралып жатқан кезімен сәйкес келеді. Сондықтан да болашақ билеушінің түркі ислам әлеміндегі беделді тұлға ретінде қалыптасуына осы фактор айтарлықтай әсер етті. Берке мен оның туған бауырларының ұлысы Батыс Түркістанда, қазіргі оңтүстік Қазақстан аймағында еді. Осы аймақтағы ислам орталықтары саналатын Сығанақ, Ясы, Ходжент, Бұхара сияқты қалаларда мұсылманша білім алып, әртүрлі ғылым түрлерін игерді. 1227 жыл. Өзінің әкесі Жошы мен атасы Шыңғыс ханның өлімінен кейін Моғол империясының тағына Үгедей хан отырады. Үгедейді ақ киізге отырғызып хан сайлау рәсіміне Жошы ұлысының атынан Берке де қатысады. Рәсім аяқталғаннан кейін ол өз ұлысы Сығанаққа қайтып білім алуын жалғастырады. 1237 жыл. Осы жылы Беркенің үлкен ағасы Бату оны саяси істерге араластыру үшін өз қасына сарайға алдырады. Берке осыдан бастап ұлық ұлыстағы барлық саяси оқиғаларға белсенді түрде қатыса бастайды. Содан 1237 жылы ағасы Батумен және басқа да Шыңғыс ұрпақтарымен бірге батыс жорығына қатысады. Осы кезден бастап Бату оны үлкен саясатқа тарта бастайды. Шыңғыс ханның басқа да немерелері тақ үшін таласта Батуды өзіне қауіпті қарсылас санағандықтан Батуға қабілетті әрі сенімді одақтас қажет болды. Сондықтан ол Беркеге маңызды саяси міндеттерді жүктей бастайды. Жорық кезінде Алтын Орда әскерінің бір бөлігін басқарып, соғыс барысында Қыпшақ корпустарының бірін талқандайды. Және де Переяславль қаласына шабуыл жасап, оны алады. Бұдан кейін Берке өзінің қолбасшылық, ұйымдастырушылық қабілетін Батыс Еуропаға жорық кезінде көрсетеді. 1240 жылы мажарларға қарсы жорық кезінде әскердің артқы шебін басқарып, қосынның қорғаныс позицияларын күшейтеді. Осылай Батудың қасында жүріп, үлкен жорықтарға қатысу арқылы мол тәжірибе жинайды. Батыс жорығынан кейін де Бату хан інісін басқару ісіне саясатқа араластырады. Оған Жошы ұлысының маңызды сауда жолдары өтетін солтүстік Кавказ аймағын басқаруға береді. Ал 1254 жылы Беркенің үлесіне Еділ өзенінің шығыс бөлігіндегі аймақтар тиеді. Арада 7 жыл өткен соң, яғни 1245 жылы Берке ханзада басқарушылық қабілеті мен саяси сауаттылығының арқасында Ордадағы Батудың ең сенімді адамы болады. 1246 жылы Үгедейдің әйелі Төрегененің билігі аяқталғаннан кейін үлкен құрылтай өтеді. Құрылтайға бүкіл Шыңғыс ұрпақтары қатысады. Батудың бұйрығымен Жошы әулетінің атынан құрылтайға Берке қатысады. Қарақорымдағы құрылтайда ұлы хан болып, Үгедейдің баласы Күйік қаған сайланады. Күйіктің қаған болуы Бату мен Беркенің көңілінен шықпаса да, олар амалсыздықтан оны ұлы хан ретінде мойындайды. 1237 жылғы батыс жорығынан бері Бату мен Күйіктің қарым-қатынасы нашар еді. Осы жорық кезінде Күйік ханзада жорықтың басшысы ретінде атақ пен даңқты Бату иеленгенін көре алмай, оған айып тағып қарсы шығады.
Осы кезден бастап күйіктің батуға деген өшпенділігі арта береді және қаған атанғаннан кейін батысқа батудың ұлысына жорық жасауды жоспарлайды. Содан 1248 жылы күйік қаған батудың мәселесін біржолата шешу үшін 10 түмен әскер жасақтап батысқа жорыққа аттанады. Төленің жесірі Сорқақтани ханым батуға келе жатқан әскер туралы ескертеді. Бату өз кезегінде жорыққа дайындықты бастайды. Алайда осы жорық барысында күйік қаған белгісіз жағдайда қайтыс болады. Бұдан кейін осы жылғы Қарақорымдағы құрылтайда Бату мен Төленің ұлдары уақытша басқарушы етіп күйіктің жесірі Меркіт тайпасының тумасы Оғыл Қаймышты тағайындайды. Батуға орталық билікте күшті әрі құдіретті ханның отыруы тиімді емес еді. Оған өзінің билігін сақтау үшін орталық биліктегі ханның әлсіз, қайратсыз болуы маңызды еді. Сондықтан ол орталық билікте өзіне қарсы шықпайтын және амбициясы төмен қағанның отырғанын қалады. 1250 жылға қарай Өгедей, Шағатай ұрпақтары мен Төле Жошы ұрпақтары арасында таққа талас айтарлықтай асқынып, Қаймыш биліктен кеткеннен кейін тіпті ушығады. Ақыры бұл оқиға Төле Жошы ұрпақтары одағының жеңісімен аяқталып, Төленің ұлы Мөңке ұлы хан болып сайланады. Жалпы 4-ші тақ иесі Мөңке хандыққа 2 рет сайланған тұлға. Алғаш рет Төленің ұлдары Мөңке, Құбылай, Құлағу, Арықбұға, Астыртын, Суыт жүріспен Батуға келетті. Бату 1250 жылы Балқаш көлінің түстігіндегі Ала Қамақ деген жерде құрылтай шақырып, Мөңкені ұлы хан етіп жариялайды. Осылайша империяның іргесін кеңітіп, айбынын асқақтатқан ұлы әмірші Мөңкенің қазақ даласында тұңғыш хан көтерілуі сол кезеңде әлемдік саясатта осы өңірдің геосаяси жетекші аймаққа айналғанын айқындайды. Алайда Өгедей мен Шағатай ұрпақтары бұл оқиғаны кіндік атажұрттан жырақта өтті деп мойындай қоймайды. Сол себептен 1251 жылы Шыңғыс ханның атамекенінде Мөңкені 2-ші рет хан көтереді. Бату ұлы құрылтайдағы тәртіпті сақтап, өз бақылауында өткізу үшін інісі Беркеге 3 түмен әскер беріп, шұғыл түрде Қарақорымға аттандырады. Берке үлкен ағасы Батудың атынан ұлы құрылтайға қатысады. Шағатай мен Өгедей ұрпақтарына бүлік шығаруға жол бермей, барлығын Бату жоспарлағандай өткізеді. Осылайша 1251 жылы Беркенің ұйымдастыруымен Қарақорымда болған құрылтайда ақ киізге отырып, Мөңке ұлы хан болып сайланады. Мөңке ұлы хан атанғаннан кейін Жошы ұлысында және бүкіл Моғол империясында күрделі саяси оқиғалар бола бастайды. 1252 жылы Мөңке хан інісі Хулагуды 7 түмен әскермен жасақтап Иранға аттандырады. Бірақ Самарқандқа жеткенде Батудан Хулагуға ары қарай жорықты жалғастырмау туралы бұйрық келеді. Және Хулагу сапарын тоқтатып Самарқандта бірнеше жыл тұрақтап қалады. Батудың бұлай жасауының себебі ол Иран, Әзербайжан, Анадолы жерлерін ұлы ұлыстың билігінде ұстауды ойлады және алдағы уақытта жорық ұйымдастырып басып алуды көздеді. Сондықтан Хулагуге ары қарай жүруге тыйым салды. Алайда 1256 жылы Сайын хан қайтыс болғаннан кейін Жошы ұлысында саяси тұрақсыздық басталды. Бату дүние салғаннан кейін Хулагу Мөңкенің жарлығымен Иранға жорығын жалғастырады. Батудың өлімінен кейін оның ұлы Сартақ таққа отыруы тиіс еді. Сондықтан Сартақ ұлы хан Мөңкеден рұқсат алу үшін Қарақорымға аттанады. Сартақтың ұлық ұлыстың билеушісі атануына Берке қарсы еді. Себебі Сартақ христиан дінінің Нәсрани бағытын ұстанатын, ал Берке мұсылман болғандықтан екеуінің қарым-қатынасы нашар болды. 1256 жылы Қарақорымнан қайтар жолда Жошы ұлысының ресми билеушісі Сартақ белгісіз жағдайда қайтыс болады. Сартақ өлгеннен бірнеше айдан соң ұлы хан Мөңке ұлық ұлыстың билеушісі етіп, оның баласы жас ханзада Ұлақшыны тағайындайды. Алайда көп ұзамай Ұлақшы да белгісіз жағдайларда қайтыс болады. Сартақ хан атанғанда Берке сарайды тастап өз ұлысына сығанаққа кетіп қалған болатын. Мөңке тағайындаған 2 билеуші де қайтыс болғандықтан ұлыстағы саяси жағдай күрт нашарлады. Ұлыстағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін Берке Астанаға қайта оралады. Бұл кезде Жошы ұрпақтарының ішіндегі беделі мен тәжірибесінің арқасында сарайдағы көптеген ақсүйектер Беркеге арқа сүйеді. Берке ордаға оралғанда ақсүйектер мен төрелер арасында тақты кім иеленетіні туралы талас жүріп жатты. Ресми түрде Мөңке хан уақытша билеуші етіп, Батудың жесірі Борақшын ханымды тағайындады. Бұл уақытта Мөңке қаған Сун империясына қарсы соғыстар жүргізіп жатқан еді. Сондықтан Жошы ұлысындағы саяси оқиғаларға жүйелі түрде араласа алмады.
Ал ұлық ұлыста ақсүйектер мен батудың жесірі борақшының арасында талас жүріп жатты. Ұлыс ақсүйектерінің көп бөлігі борақшының басқаруына қарсы болды. Сондықтан олар тәжірибелі әрі беделді Беркеге арқа сүйеді. Алайда 1259 жылы күтпеген жағдай орын алды. Сун империясына қарсы жорықтардың бірінде ұлы хан Мөңке қайтыс болады. Қарақорымда саяси тұрақсыздық орын алады. Үгедей мен Төле ұрпақтары Қарақорымдағы билікке таласып, бір шешімге келе алмайды. Бұл оқиғалардан соң Моғол империясындағы және Жошы ұлысындағы тұрақсыздық Беркені билікті өз қолына алуға итермелейді. Алайда Берке ресми түрде ұлық ұлыстың билеушісі емес еді. Өзінің билігі мен беделінің арқасында көптеген сарай ақсүйектерін өзіне қаратып, билікті иемденеді. 1260 жылдың мамыр айында Кайпенде асығыс шақырылған құрылтайда Құбылай өзін ұлы хан деп жариялайды. Ал 1260 жылдың маусымында Қарақорымда тағы бір құрылтай өтті. Онда Арықбұға ұлы хан болып жарияланады. Арықбұғаның билігін Жошы әулетінен Берке, Шағатай әулетінен Алғу және Мөңке әулетінің көптеген уәкілдері қолдайды. Ал Құбылайдың басты жақтаушысы Иранның Илханы Хулагу болды. Құбылай мен Арықбұға соғысып жатқанда Берке өзінің саяси билігін күшейтуге кірісті. Беркенің сарайдағы басты қарсыласы Батудың жесірі Борақшын ханым болатын. Ол өзінің немерелерін билікке әкелуді ойлады. Сондықтан ол Илхан Хулагудан көмек сұрап хат жазысты. Борақшын Хулагуге жазған хатында ұлық ұлыстың жағдайы туралы хабарлап, жорық жасауға қолайлы уақыт екенін айтты. Борақшынның Хулагумен байланысы туралы ақпарат Беркенің құлағына жетеді. Содан Борақшынды сатқындық жасады деп айыптап, өлім жазасына кеседі. Хулагу Иран мен араб жерлерін басып алғаннан кейін Берке мен Хулагудың арақатынасы нашарлап кеткен еді. Берке мен Хулагудың бір-біріне деген өшпенділігінің бірнеше себебі бар еді. Біріншіден, Хулагу таяу шығыстағы Бағдат сияқты көптеген бай қалаларды басып алғаннан кейін жорықтан түскен олжамен бөліспеді. Жошы ұлысына тиесілі үлесті бермеді. Екіншіден, Берке Хулагудың Иран жорығы кезіндегі мұсылмандарға жасаған зұлымдығы үшін және Аббасидтер мемлекетінің халифін өлтіргені үшін жек көретін. Үшіншіден, Хулагу Кавказға жорық жасағанда Жошы ұлысына тиесілі Әзірбайжан аймағын Дербент қаласын басып алған болатын. Міне осы себептер Берке мен Хулагудың арасындағы теке тіреске алып келді. Ақыры 1262 жылдың тамыз айында Берке мен Хулагу арасындағы теке тірес соғыс майданының басталуына алып келді. Ең алдымен қолбасшы Ноғайдың басқарған 3 түмен әскері Хулагу ұлысына шабуыл жасап, Хулагудың әскерін талқандайды. Алайда Хулагу үлкен әскер жасақтап, Жошы ұлысын бағындыру үшін жорыққа шығады. Әзірбайжан аймағынан өтіп, солтүстік Кавказға, Терек өзеніне жақындайды. Берке болса, Ноғайдың жасағымен бірігіп, үлкен әскер жасақтауды бастайды. Ақыры 1263 жылдың 13 қаңтарында Берке мен Хулагудың әскері Терек өзенінің жағасында соқтығысады. Нәтижесінде екі жақта үлкен шығынға ұшырап, Хулагу аман қалған әскермен бірге шегінуге мәжбүр болады. Берке Хулагудың жасақтарын қууға жөнелді. Дербентке дейін қуып, әскерін кері бұрды. Осылайша Берке мен Хулагудың бірнеше жылға созылған текетіресі Хулагудың ойсырай жеңілісімен аяқталды. Бұл шайқастан кейін Берке де әскер жиып, Хулагу ұлысына шабуыл жасауды жоспарлады. Алайда ұлы хан Құбылайдың Хулагуге көмекке 30 мыңдық жасақ жіберген жайлы жалған хабар Беркенің ойын өзгертті. Сондықтан жорықты кейінге қалдыруға тура келді. Теректегі Берке мен Хулагудың шайқасы Жошы ұлысы халқының тағдырында өте маңызды рөл ойнады. Егер де сол кезде Берке хан қажетті қайраттылық танытпай, елді жерді қорғап қалмағанда, Жошы ұлысын Хулагу басып алып, Алтын Орда халқының тағдыры мүлдем басқаша болатын еді. Ұлы даланың рухани келбетін өзгерткен Беркенің билікке келуімен ұлы ұлыста жаңа дәуірлеу кезеңі басталды. Оның бастамасымен сәулетті ғимараттар салынып, қалалардың құрылысы мен абаттандыру ісіне де үлкен мән берілді. Сарай Берке, Сарайшық қалалары орта ғасырдағы Ұлы Жібек жолы бойындағы ең гүлденген шаһарлардың біріне айналды.